day, children. Good day, teacher. How are you? You are fine. And you? I'm fine, thanks. Who's on duty today? I am good today. Who's absent? Everyone is present. It's great. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын мен сіздерге миға шағуыңызге көрсетейін. Brainstorming деген миға шағуыңыз. Қазір мен сіздерге бір тәжірибе көрсетемін. Сол тәжірибе арқылы сендер өз ойларыңды айтып, бүгінгі тақырыпты ашатын боламыз. Мынау не? Динамотр, заттың салмағын өлшейтін құралы. Мына жүкті салмағын өлшеп көрейік қазір. Көріп тұрмыз деген? Иә. Нөліктен екімен, нөліктен үштің ортасын тұр ғой, нөліктен 25-ка салмағы. Бар емес судай, кез келген дененің салмағы болады. Енді осы денені біз суға батырып өлшейік салмағын. Естеді? Салмағы естеді? Салмағы азайды. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Айтыңызшы, не себептен оның салмағы суға батырған кезде азайды? Тартылыс күші. Тартылыс күші дейміз, дұрыс. Тығыздығы. Басқа кім қандай ойлайды? Не үшін? Ауада дене ауыр болады. Дұрыс айтады, ергелді дұрыс айтып жатыр. Ауада ауыр болады. Суда жеңіл. Көріп тұр ғой, жаңағы. Ауадағы салмағы, судағы салмағынан ауыр болады. Сонда одан қандай қорытынды шығаруға болады? Қойды. Судың ішінде не бар? Судың ішінде не бар? Судың ішінде ауада тартылыс күші жоқ па? Ауада молекула жоқ па? Суда да бар молекула. Басқа қандай ой айтамыз? Судың ішінде салмақты азайтатын күш бар емес пе? Дұрыс па? Жоғары көтеретін күш бар. Салмақты азайтты ғой, ауадағы салмағынан судағы салмағы аз болды. Бұдан шығатын қорытынды судың ішінде жоғары көтеретін бір күш бар. Бүгінгі тақырыбымызда сол. Жоғары сұйыққа батырған денеге әсер ететін күш. Түсінікті ма? Тек қана су болмайды бұл жерде, кез келген сұйық болмайды. Қандай сұйықтар бар? Мен айран, сүт, су, көп қой түрлері. Біз бүгін ең қарапайым сұйықтың түрі сумен тәжірибе жасайтын боламыз. Сонда бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Archimedes принципі. Бұл деген сөз Архимед заңы. Принципті заңы ғой, Архимед заңы бүгінгі тақырыбымыз. Не себептен Архимед деп айтылады? Неге назар аударайық? Видеоға назар аударайық. Мен Италия ғалымы Архимедпін. Біздің эрамызға кейінгі 2-ші ғасырда өмір сүрдім. Мен сұйыққа батырылған денеге әсер ететін күшті есептедім. Денеге әсер ететін ығыстырушы күш. Осы дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең болады. Бұл заңды ашқан, сұйыққа батырған денеге бір күш әсер етеді қой, сол күшті ашқан Архимед болды. Архимед деген жаңа видеодан көрдіңіздер, біздің эрамызға дейін 2-ші ғасырда өмір сүрген ғалым екен. Мынандай тарих бар, кішігірім тарихқа тоқтала кетейік. Сиракуз патшасы Архимедке, Архимед ғалым кісі болды ғой, сол кісіге мынандай тапсырма берген. Тәж бар ғой, корона дейміз, ол кезде алтын тәж киеді ғой патшалар. Сол тәжді мынау таза алтыннан жасалған ба, маған соны біліп бер деген. Сол кезде ваннаға қарап тұрсаңыз, мына жерде суретте мынау Архимед емесінде, ваннаға түскен кезде не істеді? Су тасыды. Сол кезде Эврика деген айтылады. Ол не деген сөз? Бәріңіз естідіңіз ғой, Эврика деген сөзді. Эврика деген сөз таптым деген сөз.
Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз Архимед заң екен. Архимед заңы, Архимед күші деген не екен? Егер айтылыр. Сұйыққа батырған денеге әсер ететін күш. Дұрыс айтады. Сұйыққа батырған денеге әсер ететін күш. Ол күшті Архимед күші немесе ығыстырушы күш деп айтамыз. Енді бүгінгі тақырыбымызға келісетін сөздіктермен танысып қояйық. Тақтаға назарларыңызды. Мына жақта ағылшынша, орысша, қазақша жазылған. Мен айтам, артынан қайталап жүріңіздер. Violent force. Ығыстырушы күш. Немесе оны Архимед күші деп айтамыз. Density. Тығыздық. Білесіздер ғой, тығыздық деген сөзді. Fluid. Неге? Сұйықтық. Volume. Көлем. Gravitational force. Gravitational force дегеніміз гравитациялық күш, немесе оны ауырлық күші деп атайды. Балалар, Архимед заңын зерттеу үшін, Архимед күшін зерттеу үшін мынандай Архимед шелегі деген құрылғы пайдаланылады. Мына жерде қарасаңыздар, мына бензокаға. Мына жерде ағатын күші көріндер ме, су ағатын, тура соның деңгейінен су ұяды, сөйтеді бір денені суға батырады. Сол кезде не болды? Судың деңгейі көтерілуі, мына түтікші арқылы ғашыға құйылмай ма? Сонда Архимед мынандай заң айтты. Мына денеге Архимед күш әсер етпей ма? Ығыстырушы күш әсер етеді. Сол күш мына судың салмағына тең келеді. Түсінікті ма? Архимед күші қандай физикалық шамаларға тәуелді немесе тәуелді емес екенін көз жеткізейік. Оны тәжірибе жүзінде сіздерге көрсететін боламын. Енді бірінші оны бастамас бұрын әркім өз ойларыңызды айтып көріңізші. Архимед күші неге байланысты? Қай уақытта көп, қай уақытта аз болатынын айтып көріңіздерші. Заттың салмағына дейміз. Заттың тығыздығына. Дененің қысымына. Дененің қысымына деген болмайды ма? Жаңағыны айттым ғой, дененің қысымы деген болмайды. Басқа несіне байланысты бұл? Сұйықтың көлеміне байланысты болуы мүмкін ба? Логический ойлауға болады, үлкен суда Архимед күші көп болады, кішкене суда аз болады деген сияқты. Қазір оны тәжірибе жүзінде байқап көрейік. Мына жерде алдарыңызда көп мөлшерде су және аз мөлшерде суға екеуіне матырып көреміз. Қайсысында Архимед күші көп болады екен соған көз жеткізейік. Қазір қарасаңыздар, 0,3-ке сәл жетпей тұр. Үлкен суға батырған кезде сәл жетпей тұр. Көрдік жобасын. Енді аз суға батырып көрейік. Қанша болып тұр? Өзгесі бар ма? Бұдан шығатын қорытынды Архимед күші немесе ығыстырушы күш сұйықтың мөлшеріне байланысты емес. Түсінікті ма? Енді жаңа бір кісілер айтты, заттың көлеміне деген заттың салмағына да өттік қой, дұрыс па? Мына жерде екі түрлі зат аламын. Мына заттың салмағын өлшеп көрейік. Бұл темір ма? Жүк шауымен 0,5-ке сәл жетпей тұр. Мына ағашты өлшеп көрейік. Былай айтқанда екеуінің де салмағы бірдей. Дұрыс па? Бірақ екеуі екі түрлі материал жасалған ғой. Қайсының тығыздығы бұл? Темірдің тығыздығы бұл, темірдің аз. Енді мына жерде сіздерге екі түрлі зат. Бірақ салмақтары бірдей. Бірақ екеуінің материалы екі түрлі. Материал әртүрлі болғандықтан олардың тығыздықтары қандай? Тығыздықтары әртүрлі. Мына жерде екеуінде суға батырып көремін. Салмақтары бірдей. Не істеді? Темір батырды, ағаш батырып алды, темір батырды. Сонда салмаққа байланысты ма, байланысты емес пе? Жоқ. Байланысты емес. Себебі екеуінің салмағы бірдей болса да, ағаш батырып алды, бір темір батырып кетті. Сонда несіне байланысты болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Архимед күші заттың көлеміне байланысты. Алдарыңызда мына екі тұста су берілген, бірақ мына жерде қарасаңыздар біреуі тұзды су. Бұл деген сөз қайсының тығыздығы көп жерде? Тұзды судың тығыздығы көп болатынын білесіздер. Енді осыған денені батырып көрейік.
Мына жерде қарасаңыздар қанша болды? 2 шкала жетіп тұр, енді тұз суға қойдық. 3 шкала жетіп. Сонда бұдан шығатын қорытынды Архимед күші неге байланысты? Сұйықтың тұзы, су деп ол бір нәрсе айтамыз, ол сұйық дегеніміз ол барлық нәрсе. Сонда тығыздық көп болған сайын сұйықтың Архимед күші не істейді? Күшейеді, Архимед күші күшейеді деп айтамыз. Сонымен бірінші Архимед күші F кейбір жерлерде А деп жазылып болады, кейбір оқулықтарда ығыстырушы күш деп әріппен жазып қояды. Біз А деп белгілейік, Архимед күші. Неге байланысты екен бірінші? Сұйықтың тығыздығына байланысты. Мына жерде С деп қояды, сұйық деген сөз. Өйткені заттың тығыздығы бар ғой, бізде сұйықтың тығыздығына байланысты. Екінші Архимед күші неге байланысты тағы? Дененің көлеміне байланысты. Бұл тура пропорционалды. Егер сұйықтың тығыздығы көп болатын болса, Архимед күші де көп. Дененің көлемі үлкен болатын болса, Архимед күші де көп болады. Сонда мынандай формуланы жазғанда рho сұйық міне мынау бүгінгі тақырыбымыздың негізгі формасы. Немесе Архимед күші болады. Енді мына жерде қарасаңыздар, G әріптері, бұл G дегеніміз не еді? Еркін түсіндіру. Ол тұрақты ма? Қанша еді шамасы? 9,8. Біз есеп шығару барысында шамамен 10 деп ала берсек болады. Сонымен сұйыққа батырған денеге қандай күштер әсер етеді? Әрі айта баршы. Архимед және тартылыс күші әсер етеді. Дұрыс айтасыз, отырады. Суға батырған денеге Архимед және тартылыс күші әсер етеді. Мына суретке қарасаңыздар, үш жағдай көрсетілген. Дене не істеп жүр? Жүзіп жүр. Мына жерде батып бара жатқан қажықты қалқыған. Қандай жағдайда жүзеді деп ойлайсыздар? Қандай екі жақ? Архимед күшімен Дұрыс айтады. Архимед күшімен тартылыс күші тең болған кезде дене жүзеді. Қай уақытта батады? тартылыс күші көп болғанда Тартылыс күші көп болған кезде дене батады. Архимед күші көп болатын болса, дене судың бетіне қалып шығады. Өмірде бұл Архимед күші қай уақытта пайдаланады? Кемелердің жүзу осы Архимед заңына негізделген. Немесе қарасаңыздар, айсберг. Екі күш мына жерде ығыстырушы күші, тартылыс күші тең болған кезде айсберг судың бетінде жүзеді. Қазір балалар екі топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде бір қағаздан аламыз. Бұл қағаздарда әріптер мен сандар жазылған. Кімде әріп бірінші топқа, кімде сан екінші топқа бөлініп отырады. Аламын. Екі топқа бөлініп алайық. Енді сендерге тапсырма екі жұпқа, екі топқа. Мына жерде ыдыс берілген су бар. Судың тығыздығы мың екенін білесіздер. Жазып қайда. Екеуіңізге екі түрлі зат берілді. Екеуінің тығыздығы екі түрлі. Көлемдері бірдей. Сендерге тапсырма осы дененің тығыздығын анықтау керек. Мына жерде су беріледі. Сендерге мына зат. Мына тараздың көмегімен дененің салмағын жіберістер. Мына формула арқылы осы дененің тығыздығын табу. Бастаймыз. Көрсетіп оқылады, қанша болғанын. Қараңыз. Мәлім қағазға жазып отырсыздар. Көрсетіп тұрыңыз. Ben aralar alalım. Жоқ, сіз қасыңызға көрсетіңіз.
Мәнін жазып қоямыз. Бұл заңды ашқан, сұйыққа батырған денеге бір күш әсер етеді дедік қой, сол күшті ашқан Архимед болды. Архимед деген жаңа видеодан көрдіңіздер, біздің эрамызға дейінгі екінші ғасыр жүргізген ғалым. Мынандай тарих бар, кішігірім тарихқа тоқтала кетейік. Сиракуз патшасы Архимедке, Архимед ғалым кісі болды ғой, сол кісіге мынандай тапсырма берген. Тәж бар ғой, қарауына дейміз, ол кезде алтын тәж келді ғой, патшалар. Сол тәжді мынау таза алтыннан жасалған ба, маған соны біліп бер деген. Сол кезде ваннаға қарап тұрсаңыз, мына суретте мынау Архимед емесінде, ваннаға түскен кезде не істеді? Су тасыды. Сол кезде Эврика деген айтылған. Ол не деген сөз? Бәріңіз естідіңіз ғой, Эврика деген сөзді. Эврика деген сөз таптым деген сөз. Good day, children. Good day, teacher. How are you? You are fine. And you. Hi, thanks. Who's on duty today? I am duty today. Who's absent? Everyone is present. It's great. Жұмыстарыңызды аяқтасаңыздар, әр топтан екі мүшеден шығып, заттар қалай жасағандарыңызды түсіндіріп кетіңіздер. Қараймыз жұмыстарына. Biz жаңа дененің салмағын өлшеген кезде ауадағы салмағы 0,2 ньютон болды, ал судағы салмағы 0,1 ньютон болды. Ал мына формуланың көмегімен біз заттың көлемін, дененің көлемін таптық. Ал мына формуламен дененің массасын таптық. Дұрыс. Енді мына жерде дененің тығыздығы 2600 кг бөлінген метр куб болды. Өте жақсы, отыра аламыздар. Екінші топта жұмыстарыңызды түсіндіріп кетсеңіздер. Biz mына жерде бірінші ауадағы салмағын таптық, ол 0,75 ньютон болды. Екінші судағы салмағын таптық, ол 0,65 ньютон болды. Сосын Архимед заңы арқылы біз ауадағы салмағынан судағы салмағын алып тастағанда Архимед күші шықты. Біз сосын мына формула арқылы массасын таптық. Массасына 0,470 шықты. Мына формула арқылы біз дененің көлемін таптық. Көлемін таптық, дұрыс. Мына формула арқылы біз тығыздығын таптық. Тығыздығы 2500 метр куб. Таныстырып беріңіздер, қалай жасағандарыңызды. Biz birinchi denенің ауадағы салмағын таптық, ол 0,75 ньютон болды. Екінші біз судағы салмағын таптық, ол 0,65 ньютон болды. Сосын біз Архимед заңы арқылы ауадағы салмағынан судағы салмағын алып тастағанда Архимед күші 0,1 ньютон шықты. Біз сосын мына формула арқылы дененің массасын таптық. Одан кейін мына формула арқылы біз дененің көлемін тауып алдық. Сосын мына формула арқылы біз дененің тығыздығын таптық, дененің тығыздығы 7500 кг метр куб. Олай болса болады. Кейбір мәліметтен қазір QR кодты шығарамын, сол арқылы өз телефондарымен сабақ жайында өз комментарийлеріңді қалдырып бересіңдер. Телефонды пайдаланамыз. Осы QR кодқа кіріп, өз комментарийлеріңді түсіндім деген сияқты комментарий жазып беріңіздер.